Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецепттерді бірінші болып көріп отыру үшін каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып кетсеңіздер екен. Бүгін біз өте дәмді әрі қолжетімді заттардан бикеш саусақтарын, яғни дамские пальчики дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Оттың астын қосып, түбі қалың ыдысқа су мен сүтімізді қосамыз, араластырып, шым-шым тұз сеуіп, соңында жұмсақ сары майымызды қосып, тұз бен сары майымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Бірақ біздің массамыздың қатты қайнап кетпегенін қадағалаңыз. Сары майдың барлығы еріген кезде оттың астын сөндіретін боламыз. Мінекей өздеріңіз видеоны мұқият қарасаңыздар, менің массам қайнап кеткен жоқ, бірақ сары майым толықтай еріді. Оттың астын сөндіріп, алдын ала өлшеп қойған ұнның барлығын қосып жіберемін. Осы уақытта жылдам жұмыс жасаңыз, яғни тез-тезден лопаткамен немесе қасықпен осы массаңызды араластырыңыз. Себебі ұнның түйір-түйір бөліктері, жаңағы бөлшектері қалып қоюы мүмкін. Сондықтан да барынша жылдамырақ араластырып, осылай дәл видеодағыдай масса шығарып алу керекпіз. Осы дайын болған массамызды бөлек ыдысқа салып, бір-бірден жұмыртқамызды қосатын боламыз. Жұмыртқаны да тез-тезден араластыруға тырысыңыз, себебі біздің массамыз әлі ыстық күйінде. Ыстық күйінде біздің жұмыртқамыз да пісіп қалуы мүмкін. Сондықтан да әрбір жұмыртқаны бір-бірлеп салған кезде тез-тезден барлығын мұқият араластырыңыз. Жылдамдық қажет, әрине қолдың да күші қажет. Мінекей мен үшінші, төртінші жұмыртқаларды саламын. Төртіншісін салған кезде біздің массамыз қоюланып, әдемі бола түседі. Қасықпен немесе осындай темір венчикпен араластырсаңыз болады. Мінекей, бұл жерде де түйір-түйірлері қалып қоймайтындай. Бір келкі осындай масса болғанша араластырыңыз. Енді мен секілді осындай кондитерлік қапшыққа, осындай насаткаға құйып, осындай пішін беріп алсаңыз болады, бірақ кондитерлік қапшық және мұндай насатка міндетті емес. Жай кәдімгі қапшыққа құйып, дөңгелек пішін беріп алсаңыздар болады. Піскен кезде бәрі-бір түрлері бірдей болып шыға келеді, дөңгелектеніп. Сондықтан да ол кондитерлік қапшыққа немесе осындай насаткаға салып маңызды емес. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 15-20 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Осы уақытта кремін дайындаймыз. Креміміз өте қарапайым. Қаймаққа қант ұнтағын қосып, венчикпен бір келкі болғанша араластырамыз. Егер қант ұнтағы болмаса, кәдімгі қант қоссаңыз да болады. Қант ұнтағын мен екіге бөліп қостым. Сонда менің кремім өте нәзік әрі бір келкі әдемі болып шықты. Енді осы қаймақты кремді жақсы жағылуы үшін шамамен 20-30 минутқа мұздатқышқа салып қоямын. Сонда біздің қазір бикеш саусақтарына өте әдемі болып жағылады. Осы уақытта бикеш саусақтарының дайын болған қамырларында толықтай суытып алдым. Ыстық күйінде қаймақ жақпаңыз. Егер бұл бикеш саусақтарының қамыры толық суымаған болса, жаңағы қаймағы жан-жағына ағып, өте әдемі болмайды. Және де қаймақты да мұздатқышқа бір шамамен 20-30 минутқа салып қою да маңызды рөл атқарады. Сонда қаймағыңыз сәл қоюланып, жаққан кезде де бір текст болып жағылады. Міне бір-бір данадан әрбір бикеш саусақтарының қамырын осы қаймаққа малып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай. Бикеш саусақтарының бәрін тізіп жасап алғаннан кейін де 30 минутқа немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа салып алғаныңыз дұрыс болады. Сонда одан сайын өте дәмді болып тұрады. Қаймақтары қатып, сіңіп деген сияқты. Енді әрі қарай өз қалауыңызша, өз талғамыңызға қарай әсемдесеңіз болады. Мен секілді шоколад құйсаңыз болады, немесе түрлі жидектер қойып әдемілеп алсаңыз болады. Бикеш саусақтарын өте дәмді болып шығады, әрі дастарханыңызда да әдемі көрінеді. Міндетті түрде сіздерге дәл менің рецептім бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыз, қазақша контентті қолдап, тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер екен. Алдын ала рахмет, ас болсын.